Ал мына жақта енді айжанға сорпа істеп жатырмыз. Болғанда мама істеп жатыр. Соған барам. Керек заттарды айтты, алып кел деп соларды алып барып барайын деп жатыр маған аз. Мынақты бала жатыр. Сол жақында мен сол. Мынандай кровать екен. Арқасы тұрады жатады. Тема? Санаторий. Просмотр қазір огонь болып тұр. Так что реклама жасатам дейтіндер тез үлгеріп жасатып алыңыздар. Просмотр айван кезде. Любой адамға клиент табылады. Любой адамға бизнесіне үлкен көмек болады. Мынандай просмотр кезінде қазір айтпай қойын. Егер реклама істетем дейтін болсаңыздар, дайректке жазыңыздар, мен сіздерге просмотр жіберемін қанша болып жатқанын. Пока әзірге. Знаю. Короче, өте көп уақыт болды мен машинамды жинамағаныма. Қарасаңыздар, шынан. Мынаны қараңыздар. Ужас! Что тут творится? Сұмдық болып жатыр. Мына жақтан кісі маған көмектесіп жатыр. Машинаңызға бомба түскен ба деп шошып жатыр қазір. Мен умывашкама соны қойға ашып жатыр, короче, капотын. В общем, солай. Мен бүгін пысық болайын деп жатырмын. Машинамды жинайын деп жатырмын. Наконец-то руки дошли. Ой, ужас. Что тут творится, мама? Біздің автомойканың кісілері маған жанашып кетті ғой, сабырдың ақша шығып. Машинам үшін ужасно плачевное состояние болған. Не жасап жатырмыз? Сухой туман. Сізге тегін жасап берейікші деп, тегін жасап беріп ақшасын төлеймін. Жоқ, сыйлыққа деп жатыр ғой. Сол, в общем, машинаның иісі күшті болады деп. Мен вообще первый раз жасап жатырмын. Сухой туман бұрын Бексұлтан жасайтын, бірақ мен бірінші рет жасап жатырмын. Ой, в общем, машинаның ішін жудым, тазаладым. Столько мусора вышло, мынаны қараңыздар, барлығы мен машинамнан шыққан мусор. Идеально тазалап алдым, ішін енді айта алмаймын. Но пока что кіруге болмайды. Сондай, в общем. Күшті рахаттан қалдым. Утро баршаңызға. Кеше түнде өте кеш ұйықтағаннан кейін бүгін кішкене ұйықтап алдым. Өйткені ертең бізде ответственно күн бұйырса, енді ертең өте прям күшті болайын деп тұр. Көптеген блогерлар, еще біздің жаңағы өзіміздің брендіміздің ашайын деп жатқан жеріміздің енді қандай әдем болатынын білсеңіздер. Прям күшті жер таңдадық қой, представляете, прям ана жер енді өте әдемі. Соған енді менде единственный киім дайын емес, сол бүгін киімді мен заниматься етемін, ертең уже біз шашымызды анамнан жөндеп айтып барғанша уақыт болып кетейін деп тұр. Сол бүгін енді тағы бір-екі завершающий штрихтары бар, жасалмаған соларды жасаймыз. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар достар? Жақсыңдар ма? Эфирдеміз, дайындық болып отыр, кеше эфирде демалыс болды. Бүгін энергиямен келдік. Бәрі күшті, прям әдем болды. Жембөлет Лаура отсыңар. Жынды. Бека, осындай болды бұл жігіт енді. Рахматуллахи баракату, қалдарыңыз қалай? Кеше мың ойланып, мың толғанып, Алматыға барсам ба, бармасам ба, не істесем болады деп. Сөйтіп баратын болдым. Заттарымның барлығын жинап машинаға салып қойдым. Қазір бірінші жолға шықпай тұрып, базарға барамын, автонұрға барам, бір зат алуым керек, одан кейін Алашқа барып тағы бір зат алуым керек. В общем, керекті заттарымды алып аламын да, обедті ішіп алып, асыр намаздан кейін Алла қаласа жолға шығатын боламын. Алматылықтар бір-екі күн мен Алматыда болатын боламын. Алла қаласа солай жолда особо видео түсірмеймін. Ең бастысы біліп отырыңыздар, мен жолда екенімді. Солай бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсы көремін сіздерді. Азанда шығамыз дедік, сонымен обедте шығамыз дедік. В общем, кешке шығатын болдық қой. Өткені жұмыстарым бітпей қалды. Одан кейін қазір жеңгем хабарласып, аягөз құрдақ істеп жатырмын дейді ғой. Құрдақты жемей қалай жолға шығамын мен мысалға? Дұрыс па? Негізі уақытымның барлығы образ іздеуге кетті. Енді өзіме қатты ұнап тұр, енді тапқан образым. Ертең көретін боласыздар. Ертең өте ерекше жерде, ерекше күн, ерекше адамдардың
қуанышы болайын деп тұр. Алла қаласа сториста бөлісетін боламын. Енді образым қатты ұнамаса да вау, ая деп сөйтіп айта бересіздер ғой. Мақма көңілді жүрейін дегенім ғой. Енді барымша образды құрастыруға тырыстым, ертең көрсететін боламын. Енді Алла қаласа бүгін түнделетіп жолға шығайын деп жатырмын. Аллахым жол амандығын берсін, енді бисмиллах деп шығамыз.